Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 10-шы сынып абайтану курсы. Сабақтың эпиграфы: асыл сөзді іздесең, абайды оқы, ерінбе. Қалды достан да, дұшпаннан да тәрізді өлеңнен анық көреміз. Осы өлеңде ел ішіне жайылып бара жатқан алдамшылық, аяр мінезі шенеп, өнегелі сөзі, берекелі іс жоқ, сұм сұрқия жылмаңдардың бейнелерін жасады. Соңғысында даярға құмар бой күйес, жалқаулар сыналады. Ақын шаруаға қыры жоқ, ел қыдырғыш адамдардың күлкілі портретін жасайды. Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда, алыс жақын қазақтың бәрін көрдім, жалғыз жарым болмаса анда-санда. Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда, ол тұрмас бастан жыға қисайғанға, мұнан менен қай жерім аяулы деп, бірге тұрып қалды кім майданда. Ендігі жұрттың сөзі ұрлық, қарлық, саналы жан көрмедім сөзі ғарлық. Осы күнде осы елде дәнеме жоқ, мейір қанып, мәз болып қуанарлық. Байларда мал қызығын біле алмай жүр, жаз жіберіп күз атын міне алмай жүр, сабылтып, күндер латып, әз жоғалтып, ыза менен ыржиып күле алмай жүр. Саудагер тыныштық сауда қыла алмай жүр, қолдан беріп қор болып ала алмай жүр. Ел аулатқан, күші қайтқан, топта таңған, арсыз жұрттың көңілі тына алмай жүр. Естілер де ісіне қуанбай жүр, ел азды деп надандар мұңаймай жүр. Ала жылан, аш бақа күбілдіктер, кісе кентеп ұлықтан ұялмай жүр. Беттікте біреу бекіп тұра алмай жүр, одағы ұры қарды тия алмай жүр. Қарсылық күнде қылған телі тентек, жаза тартып ешбірі сұралмай жүр. Қарындас қара жерге тыға алмай жүр, бірінің бірі сөзін құба алмай жүр. Құда тамыр, дос жаран, қатын балаң, ол да бір қалыпты бола алмай жүр. Бір күшті көп тентекті жыға алмай жүр, іште жалын дерт болып шыға алмай жүр. Арақ ішкен мас болған жұрттың бәрі не пайда, не залалды біле алмай жүр. Жетілтіп жайлауға қона алмай жүр, күз күзеуде жанжалсыз бола алмай жүр. Қыс қыстаудың қып-қызыл ол бір пәле, оралып ешбір шаруа оңалмай жүр. Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр, сұрамсақтар нәпсісін тия алмай жүр. Сәлем борыш, сөз қулық болғаннан соң, қандай жан сыртынан сөз боп сыналмай жүр. Күпілдек, бұл жерде мақтаншақ лепірме, бөспе көпіріп бос сөйлеу. Бектікте бек, ерте кездегі Орта Азия түркі халықтарында ел билеуші ұлық, қоғамдық, әлеуметтік, материалдық мәртебесі жоғары топ өкілі. Бұл жерде болыстық дуанбасы, ауылнай тағы басқа қызметтерді айтып отыр. Жыға, батырлардың дулығасының төбесіне қадап қоятын зат. Бұл жерде адамның басынан бағыт аюды, басына іс түсуді бейнелеп айтқан. Бірінші тапсырма: өлең үзіндісіне көтерілген мәселені анықтаңыз. Екінші тапсырма: өлеңді сатылы кешен талдау технологиясы бойынша талдаңыздар. Авторы, тақырыбы, жанр түрі, идеясы, шумақ, тармақ, бунақ, буын, ұйқасы, әдеби теориялық ұғымдар. Критерий: өлеңді сатылы кешенді талдау жасайды. Дескриптор: өлең құрылысын анықтайды, өлең ұйқасын анықтайды және түрлерін ажыратады. Қорытынды: сіздер бүгін сабақтық шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтадыңыздар. Шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын қызметіне талдау жасадыңыздар. Тамашалаған бейнероликтен қандай ой түйдіңіздер? Қоғамның бір мүшесі ретінде сіздерді не толғандырады? Бүгінгі күнгі қоғамдық мәселелерді саралап талдаңыздар. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.